Так, ежелгі Ботай мәдениетіне келіп қалдық. Мына жерде Астана көкшетау трассасы, сол трассаға жақын. Ішін қарайық. Бисмилля. Жаңбыр құйып тұр далада. Так, Ботай мәдениеті кезінде адамдар тұрған үңгір дейді. Тарихи деректер бойынша. Олардың ас бөлмелері, осындай ас бөлмелер болған. Жер астында үңгірлер. Мына жер көрінбейді екен. Осы үй үлкен ма?